Знаешь, ата-ана болмағанда. Короче, сабақтан желательно қалмаңыздаршы, өйткені каждый сабақта по-любому бір маңызды нәрселер айтылады ше. Мына нәрсені қазір жіберіп алсаңыздар, қазір екі оқушы күнде жоқ мысалға. И түсінбей отырды, қалай ажыратамыз деп ше. Ecological homes қайсы болады? Will live? Не үшін деп ойлайсыз? Бұл жерден де future. Аудармасы болашақта адамдар экологический үйде тұрады, типа там газ жоқ, не жоқ, сонда үйде тұрады дейді. Себебі айттым, болашақ туралы болжаған кезде сіздер willді қолданасыздар. Дәптерлеріңізді жазып отырыңыздар. Will деген біріншісі ол спонтанный дейді, тікелей қабылданған шешім болған кезде, екіншісі болашақ туралы жоспарлаған кезде. Қазір тағы да бар, соны қоса береміз. Ал going to деп жазып қойыңыздар да, бұл бір нәрсені жасайын деп жатқан кезде, өтір там пландаған кезде, өтір белгілі бір нелер болған кезде. Қазақша түсіндіре алмай қаламын осы жерде. Ана улика болады, короче. Жаңағындай құлайын деп жатқан сияқты көрсетіп қояды, или там біреу қатты айдап бара жатқанын көрсетеді, и бір нәрсе болайын деп жатқан, или мысалы аспан бұлтты, жаңбыр жауайын деп жатыр деген сияқты. Мына жерде жоспарлап жатыр, болжап жатыр, типа болашақта адамдар неде тұрады деген сияқты. Ол нақты солай бола ма, болмай ма айта бересіздер. Өздеріңіз туралы да мысалы айта қолдана бересіз, мысалы типа болашақта мен күшті үйім болады, мен Америкада тұрамын деп айтсаңыздар, онда осы willмен айта берсеңіздер болады. Бірақ уже конкретно жоспарларыңыз болса, все болды, кәдімгідей там визаға тапсырып қойдыңыз, или там алып қойдыңыз, нені виза алып қойдыңыз, сол кезде айтсаңыз болады. I'm going to go to the USA деген сияқты, I'm gonna live in USA деген сияқты айта берсеңіздер болады. Окей, next. Жазып алдыңыздар ма? Yeah. I'm thirsty. I'm going to give you something to drink. Шөлдемін. Мен сусын алайын деп жатырмын. Алып алайын деп жатырмын. Give деген беру ғой, наоборот. Қараңыз, ситуация мынандай ғой мына жерде. Біреу келді да, досын айтты. Мен шөлдеп тұрмын деді да. Сол кезде ана айтты. Давай мен су алып берейін деп, су берейін деп. И бұл жерде қалай ойлайсыз? Will болады. Бұл жерде will болады, себебі ол пландаған жоқ негізі. Просто ана сразу айтып қалды. Ой, мен шөлдеп тұрмын деп. Давай мен саған су алып келейін деді онда. Мына күшті мысалдар екен, негізі мына тест қайтадан өздеріңіз орындап шығыңыздаршы, тесттарда осыған ұқсас болып келеді. Ситуацияны дұрыс түсіну керек бұл жерде, қиындатпай. Ситуацияны түсініп отырсаңыздар. Думан? Don't worry, mom. I promise I good care of the plants. Care. Take care деген сөз бар. Неқтайында will take или там I'm going to take деп тұр ғой. Бұл take care деген бұл қамқор болу, заботиться деген сөз. Сіздің неңізге, өсімдіктеріңізге қамқор боламын, қараймын деген мағынада айтып тұр да. Бірақ енді қайсы қолданады деп ойлайсыз? Will шығар онда? Will болады. Жазғаныздаршы. Promise деген сөз бар ғой. Біреуге бір нәрсеге жасаймын деп сөз берген кезде will қолданады болды. Все. Вообще ойланбайсыздар ғой, короче. Promise болса will болады. Мысалға, teacher, I promise I will learn all the irregular verbs деп айтасыздар. Типа, мұғалім сөз беремін. Мен бүкіл сөздерді жаттап келемін деп айтсаңыздар, сол айтасыздар. I promise. Сөз беру деген сөз ба? Сөз беру. Сөз берген кезде will қолданады болды. Все, жаңа қосқандарымыз ішінде сонда не болды? Willда тікелей шешім, спонтанный шешім дейді ғой. Бірден қабылданған шешім болған кезде. Екіншісі бұл болашақ туралы болжаған кезде. Үшіншісі promise, яғни сөз берген кезде willді қолданады екенбіз. Все, осындай бір 3-4 ғана бар, осы willға қатысшы, осындай кезде қолданады деген. Соны білсеңіздер болды, шатаспайсыздар негізі.
просто айтылмаған кейбір жерлерде айтылмайды. Тест алған кезде айтылады бірақ негізі. Так, 7-ші. Nobody in James' team can play basketball. They are going to lose the match. Не үшін деп ойлайсыз? Basketball ойнай алмайды. Сол үшін жеңіп қалады. Типа көрсетіп тұр бұл жерде олар жанында ғой, типа ана қатты айдап бара жатыр машинасын, сол үшін қазір соғылады ау. Тура сол сияқты мына жерде де. Олар ойнай алмайды, сол үшін қазір примерно ұтылады қазір. Окей, good. Думан? When we are old, life easier. Easier деген оңайырақ деген сөз, е? Оңайырақ. When we are old деген. Когда мы стары, біз кәрі болғанда Значит, going to be болады ғой, е? Не үшін болады деп ойлайсыз? Жаңағы сияқты ғой. Мына жерде не сияқты ғой, going to деген бір белгілі бір фактыға сүйеніп бүйтіп болжайтын сияқты ғой, е? Болжау деп айтып тұрсыз ғой өзіңіз. Болжаған кезде қайсың қолданасыз? Going to? Жоқ. Will ма? Will, бұл жерде просто айтып тұр. Біз қартайған кезде бір бәле болады ау деп жоспарлап жатады бұл жерде. Андай нәрсе жоқ. Бір улика жоқ қой. Так, қалай айтса. Мына жерде when we are old деген просто уақытты білдіріп тұр бұл жерде. Ешқандай бір не емес, андай аспан бұлттанып тұр, қазір жаңбыр жауайын деп жатыр, или телефон ненің столдың шетінде тұр, қазір құлайын деп жатыр деген не жоқ. Просто бұл жерде when we are old деп айту арқылы уақытты ғана білдіріп тұр ғой, короче. Типа в будущем деген сияқты ғой, мынау сияқты ғой. In the future дегенде, болашақта дегенде просто мынандай мағынада берген ғой. Біз қартайған кезде, короче, болашақта деп. Түсінікті ғой, е? Сол үшін will be болады. Себебі бұл жерде просто жоспарлап тұр. Біз осы қартайған кезде өмір оңай болады ау осы деп ше. Сол үшін will be болады. Так, екі сұрақ қапты. 9-шысы. That car has had an accident or no? Бұнда I will қалып отақты себебі спонтанно ғой. Бұл жерде анау that car has had an accident. Accident деген? Апат. Бір апат болды. Машинада какой-то бір авария болды. Сөйтеді да анау айтады бір адам. Oh, no. Давай мен қазір нені шақырайын. Пландап неткен жоқ, сразу бірден шешім қабылдады. Давай мен нені шақырайын. Ambulance деген бұл скорый помощь. Думан байқадыңыз ба, мына жерде негізі тест болғанымен сөздік қор қажет ше, короче. Сондықтан желательно қазірден бастап мен алда айтып едім ғой. Дәптер алыңыз да, сөздік дәптері. Бөлек грамматика, қазір мен түсіндіретін грамматика неден бөлек. Сөздерді алыңыз да, просто жаза беріңіз пока что. Жаза беріңіз, бұл қайталанып кетеді. Bir жерде accident деген әйтеуір бір тестте қайталанып кетеді, осыдан көресіз ғой. Ambulance деген обязательно бір жерде қайталанып келеді. Сөз есіңізде сақтап қаласыз. Так, и соңғысы. I have bought a guitar and I to play it. Қара сізге түсіндірейін. Өзіңіз қазір табын түсінген. I have bought guitar деген, мен гитара сатып алдым. Так, дайындалып тұр. Енді мен осыны үйренемін деп жатыр. Сонда қайсы болып тұр? Going to? Не үшін going to болып тұр? Үйренейін деп жатырмын. Ол пландап қойды уже. Ол кәдімгі гитара сатып алды. Конкретно пландаған. Тікелей шешім емес бұл жерде. Ол гитараны сатып алған, қазір үйренемін деп ниеттеніп жатыр. Сол үшін запланированный әрекет болғандықтан бұл жерде going to-ды қолданасыз. Достын 10-нан 10 алдыңыздар. Кішкене менің көмегіммен, а так нормально. Все. Мына жақта осындай сияқты тесттер бар ғой негізі мына жақта ше. Соны барлығын орындаңыздар.
соның қателерін қараңыздар, не үшін олай болды екен деп. Негізі сондай нәрсе решать етеді. Ол мен айтқанды айта бергеннен сіздер қатты результат болмайды. Өздеріңіз қарайсыздар мысалға. Have you got any plans for tomorrow? Ертеңге бір планың бар ма? Yes, I'm going to visit my grandparents. Себебі планың бар ма деді. Ол конкретно айтты, менде планым бар, мен ата әжемді барып зиярат етіп қайтайын деп жатырмын деп айтып отыр, иә. Why is she learning Spanish? Ол не үшін испан тілін үйреніп жатыр? Өйткені ол конкретно he's going to travel to Spain. Ол Испанияға барайын деп жатыр, сол үшін ол уже кәдімгі пландап қойған, ол Испания ме? Spanish'ті, короче, үйреніп жатыр. Мына жерде қайтадан келіп жатыр. We are thirsty, біз шөлдеп тұрмыз. Wait here, I will get some water. Пландаған жоқ. Давай кәдімгі саған су алып келіп беремін деді мысалға. Мына жақта тоже meat or fish. Сізге ет или балық. Бұл жерде де қайтадан негізі пайда. I'll have some fish. Ол жоспарлап келген жоқ қой, отырды да, бүйтіп қарады да, давай мен балық жей саламын деген сияқты. What do you want the keys for? Не үшін саған кілт керек? I'm going to close the door. Жоқ, бұл жерде просто сразу айтты, I'll close the door. Мен есікті жабамын деп тұр. If you don't take taxi, you aren't going to arrive on time. Мына жақта міне, сен егер такси алмасаң, таксиға отырмасаң, онда сен қазір явно кешігесің. Бұл жерде бағанағы біз айтқан бір улика болған кезде, сен қазір көріп тұрсың, такси алмасаң, таксиға отырмасаң, онда кешігіп қаласың. Жаңағындай бұлттанып тұрса, жаңбыр жауады. Шетінде тұрса, құлайын деп жатыр деген сияқты. Короче, осылай просто анализ жасайсыздар. Егер тіпті түсінбей жатсаңыздар, алыңыздар да скрин жасаңыздар да, маған жіберіңіздер. Ағай, мына жерде қайсысы болады конкретно деп ше. Түсінікті ғой, иә? Все. Енді нені жасайық? Listeningға көшейік. Listening. Так. Өздеріңіз жасадыңыздар ғой негізі, Иә. Қазір уже уақыт бітіп жатыр екен, давайте шығып сразу кіре салайық. Мен қазір бітіріп, только шығып кетеді қазір.